Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге ерекше оңай әрі тез жасалатын мақ қосылған блиниді ұсынатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен ыдысымызға бір жұмыртқаны салып, үстіне қант салып, жақсылап араластырып, үстіне ıssız sütімізді құямыз. Сүттің орнына ıssız суды да құюға болады. Сүтімізді араластырып болғаннан кейін үстіне сұйық май құйып, тағы да араластырамыз. Үстіне жарты қасық тұз, ас содасын салып, тағы да араластырып, ұнымызды салатын боламыз. Ұнды біркелкі салып, араластырып отырамыз. Бізде сұйық масы пайда болды. Енді осының үстіне макты салып, жақсылап араластырып жібереміз. Қызып тұрған табамыздың үстіне бір ожаудың көлемінде құйып, жұп-жұқа құймақ шығарамыз. Астын толықтай пісіріп аламыз. Асты қоңырланғаннан кейін тәрелкемізге түсіріп аламыз. Осылай қайталап пісіріп алатын боламыз. Біздің тәтті блиніміз дайын. Сіздермен болған Манар. Егер де видеом ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма жазылуды ұмытпаңыз.